Сыйқырлы сөздер. Жылататын да, жұбататын да сөз деп Бауыржан Момышұлы бекер айтпаған. Сөзбен адамды күлдіруге де, ренжітуге де болады. Сондықтан не айтсаңыз да ойланып айтыңыз. Сыпайы сөздер біздің сөздерімізді сыйқырлы сөздерге айналдырады. Абайсызда біреуді ренжітіп алдыңыз. Ол қателігіңізді сезіп, кешірім сұрадыңыз. Кешірім сұраудың да жөні бар. Сіздің айтқан сөзіңізден кейін ренжіген адамға жеңіл болғанын ойлаңыз. Мен бұлай болады деп ойламап едім. Кешіріңіз. Аңғармай ренжітіп алдым. Кешіріңіз, деу абзал. Тіпті кейде қателігіңізді мойындап күлімсіресеңіз де, ол адамға әсер етеді. Ол да сізге күлімсірейді. Ал қоштасқанда сау болыңыз. Кездескенше қош болыңыз. Жолыңыз болсын сөздерін қолданамыз. Қоштасу кезінде адамдар қол алысу, бас изеу, қол бұлғау сияқты қимылдарды да жасайды.